келіңдер деген болатын, иә. Олай болса қазір біз мынандай платформа арқылы үй тапсырмасын орындаймыз. Тақтаға қарайын, кім шыққысы келеді да ойланып отырмын. Есімдіктер туралы балалар сіздерге сұрақтар қойылады. Ал кім шығады бірінші? Бізде 3 нұсқа бар балалар. Кім шығады? Кім шыққысы келіп тұр? Кәнекей. Дана келе ғой. Данаға бізде бәйге деген жарысқа балалар, яғни көрдіңдер ма? Бәйге сияқты тура жарысқа қатысамыз. Дана сен жауаптарын айтып тұр, мен мына жақтан белгілене ма тақтадан? Белгіленбесе қазір. Так, дейікті, мысалға мына Дана болсын, иә? Бәрібір ол таңдамайды балалар. Бастаймыз, Дана жауаптарын қарап, дауысын шығарып оқы, иә? Сүттеу есімдігін табыңыз. Сол. Так, ағарай. Дұрыс екен, өте жақсы жарайсың. Келесі, сұрағын сен қатты оқы. Сұрау есімдігі бар сөйлем. Үй тапсырмасын орындадың ба? Осыны берейін ба? Я, дұрыс. Балалар, осыны берейін ба? Жоқ, әпке сен ана. Жоқ, бұл жерде қандай? Кім түсіндіріп жібереді? Сізде есімдік жоқ, балалар. Кеттік, ал. Ағарай. Тамаша. Жалпылау есімдігін табыңыз. Бірнеше. Осыны берейін ба? Күллі. Достар дұрыс айтып жатыр. Күллі, жақсы. Қатаспаймыз? Сонымен болды. Сүттеу есімдігінің зерттелген түрі. Біз. Так, қайсысы? Ойланамыз. Зерттелген түрі. Маған. Сені. Маған. Қайсысын берейін? Маған. Сені. Маған. Қандай септіктен тұр? Баш. Дұрыс. Бар септіктен тұр. Дұрыс, өте жақсы. Сонымен бізде Дана жеңіске жетті, жарайсың. Жақсы, тамаша жарайсың да бала. Бірінші Салимаға өзіне мүмкіндік берейік, ойлануға, иә? Содан кейін көмектесеміз. Жалпылау есімдігін табыңыз. Дұрыс, Салима. Дұрыс. Алдан қарашықсың. Екінші нұсқаны берген. Бала бәрін сұрағын оқып отырамыз. Алина бірінші жауап бере алмай жатса, көмектесеміз. Ол бәрі балалар. Сұрақтарымызды бастаймыз. Даусын шығарып. Негізгі нұсқа көрсету мағынасын білдіретін есімдік түрі. Жалпылау. Сөзін берейін ба? Сілтеу есімдігі бала. Мензеу, көрсету. Жақсы. Жарайсына бала. Енді дәптерлерді ашып, бүгінгі күнді жаза қойыңдар. Бүгін бізде балалар. Дәптерлерді ашып, бүгінгі күнді жаза қойыңдар. 27 қаңтар су иесі сүймен деп аталады балалар. Бүгінгі тақырыбымыз. Жаза қойыңдар. Оқу мақсаты балалар эссе тақырыбынан ауытқымай абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу, келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу. Оқылым мәтінімен танысайық. Мәтінді балалар біз бір сөйлем әдісі арқылы даусымызды шығарып, мәнерлеп оқимыз. Бастайық. Бірінші біз Омардан бастаймыз. Бір сөйлем әдісі білесіңдер ғой? Кезек-кезек бір-бірімізді мұқият тыңдап, мәтінге қарап отырайық. Бастайық Омар. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құмар беріп, бойына суы асып, аш жердің алдына қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүр бар. Bir söyleyeyim. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған дәстүрдür.
Ayrılgan so'z qayg'udan qanjitmaydi. Allah onu жұбату үшін Дауысын шығарайық. оған тағы бір ұл сыйлайды. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып, есімін Сүлеймен қояды. Қабырғасы қатайып, ойы да бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт ұлы Аллаға: «Уа Алла, маған ұлының қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің». Бұл не хикмет? Ол не хикмет деп сұрайды. Ұлық Алла, рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлының қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған шын жүректен алғыс жаудырып батасын берді. Көптің ауасын оны ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпе ұлықтырма сын болар еді. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі қасиет береді. Жердегі бүкіл тау тас аң құс 18 мың ғаламға патша қыламын деді. Содан бастап Сүлейменге дармаған керемет қалмапты. Осыған орай Сүлейменде су құйған су иесі Сүлеймен деген сөздің арасында таралыпты. Қазірде қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман мен сүлгі ұстатып, үлкен кісілердің батасын ал деп су құйғызады. Батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер деген тәмсіл сөз Сүлеймен пайғамбардың қалған екен. Жақсы балалар. Олай болса, мазмұнымен түсіндік па балалар? Мхм. Не туралы екен? Сүлеймен. Иә, жақсы. Не айтылады бұл жерде балалар? Сүлеймен 30 баласынан айырылып, Дәуіт патша өзінің балаларынан айырылады, көп баласынан, иә? Бір бала береді, бірақ дұрыс айтасың, 9 жыл ғана өмір сүреді дейді. Бірақ ненің арқасында? Үлкендердің батасының арқасында бар. Бізде қазақта үйге келген кезде қонақтардың алдынан жас балалар шығып, қолына су құятын дәстүр бар, иә? Су құйғаннан кейін үлкендер ол балаға бата береді. Қазақта жаңбыр менен жер көгереді, бата менен ел көгереді деген сөз бар балалар, иә? Қанатты сөз бар. Олай болса, осы мәтінде балалар негізгі не айтқысы келіп тұр? Соны бір сөйлеммен айтайықшы. Бата менен ер көгерер, жаңбыр менен жер көгерер. Иә, жақсы, мақалмен айтуға болады. Тағы да қандай бір сөйлеммен қалай айтуға болады? Өздерінің пікірлерін айтыңызшы, осы мәтінге қатысты балалар. Сонда не туралы, не айтқысы келіп тұр негізінде? бұл бата туралы. Бата туралы. Бата деген не? Үлкендерден алғыс алу. Тек қана үлкен емес, жалпы қазақтан алғыс алу балалар, иә? Ал енді алғыс алғанда шынайы берілген бата тілек ол қабыл болады екен, иә? Олай болса балалар, біз қазір мынандай әдіспен өзіміздің ойымызды, пікірімізді жазып шығамыз балалар. Ол бізде Попс формуласы бойынша қарады. Менің ойымша деген кезде балалар, біз бірінші сөйлемде не жазады екенбіз? Өзімізді жаңағы пікірімізді жазайық. Қандай сөйлем аламыз? Бәріміз ортақ бір сөйлем алайық. Содан кейін ары қарай осы шын пейілмен берілген бата расымен қабыл болады деп бірінші сөйлемді бәріміз бірден қылып алдық балалар, иә? Келісесіңдер осы сөйлемді? Олай болса, екінші сөйлемде балалар қалай бастайсыңдар сендер? Себебі Былай түсіндіремін дейсіңдер. Одан кейін оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын дейсіңдер, иә? Сосын ең соңында осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім деп аяқтаймын. 4 сөйлем ғана жазады балалар. 4 сөйлемін сіздерге осылай басталу керек. Жақсы ма? Олай болса жазып.
әдемі, таза жазамыз. Өзіміздің ойымызды ойланып құрайық. Да, балалар, жас болса онда оқиық, е? Кім оқиды? Аха, жақсы. Ал Омар, оқиғы қалғанымыз тыңдаймыз. Менің ойымша шын пейілмен берген бата қабыл болады. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Су иесі Сүлеймен деген мәтінде үлкендердің батасы қабыл болады. Оны мен мына фактілермен мысалдар дәлелдей аламын. Сүлеймен 9 жыл өмір сүру керек еді, бірақ үлкендердің батасы қабыл болып, ол ұзақ ғұмыр кешті. Қорытындылай келгенде, үлкендердің батасын алу өмірде маңызды. Жақсы. Ұнады ма саған, Жанаділ? Жақсы. Тағы да, келесі. Кім оқиды? Бойынша шын пейілмен берілген бата қабыл болады. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Су иесі Сүлеймен мәтінінде үлкен кісілердің батасы қабыл болған. Оны мен мына фактілермен дәлелдей аламын. Сүлейменге 9 жыл өмір сүру берілген, бірақ ол ұзақ өмір сүрді. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Бата менен ер көгерер, жаңбыр менен жер көгерер. Тамаша, жарайсың. Өте жақсы. Келесі ал. Фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Сүлеймен негізі 9 жыл өмір сүру керек еді, бірақ батаның арқасында ұзақ жыл өмір сүрді. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Үлкен адамдардың баталарын шын жүректен айтылса, сол бата қабыл болады. Өте жақсы, жарайсың. Аха. Жақсы. Келесі тапсырма бізде, балалар, осы оқылым мәтіннің ішінен қалаған 5 сөйлемді аламыздар. Ішіндегі зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына есімдіктерді қолданып дәптерге жазамыз. Түсінікті ғой, е? Жақсы, олай болса соны орындап көрейік. Барлығы 7 есімдік түрлері бар, соны қолдана бересіңдер. Олай болса, ұлданам, оқи ғой. Бірақ шарты сол, ол баланың қызығын бірнеше ғана жыл көреді. Бірнеше дегеніміз ол белгісіздік есімдігі. Аха, жақсы. Ал Бейшан оқи ғой. Ол ұлды болып есімін Сүлеймен қояды. Ол жіктеу есімдігі. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Бұл сілтеу есімдігі. Жетістік баспалдар арқылы маған кері байланыс бере қойыңдар. Мынаның біреуін таңдайсыңдар да, мына стикерге жазып, дәптердің ішіне салып, дәптерімізді өткізіп кетеміз, балалар. Жаза қойыңдар. Тапсырманы орындай алмадым. Жаңа попс формуласы балалар. Егер орындай алмасаңдар, осыны таңдайсыңдар. Аздап қиналдым, тапсырманы орындай алдым. Бүгінгі жалпы тапсырмалар бойынша, балалар. Түсінікті ғой, кері байланыс бере қойыңдар. Маған жазамыз, біреуін таңдап, соны жазамыз. Жазамыз. Дәптердің ішіне салып, дәптерлеріңді өткізе қойыңдар, жылдамында. Үйге 117-ші беттегі деңгейлік тапсырманың 3-ші деңгейін аламыз, балалар. Белгілеп алыңдар. 117-ші беттегі деңгейлік тапсырманың 3-ші деңгейі. Түсінікті ғой, е, балалар? Кері байланыс беріп жібере қойыңдар маған. Дәптерімізді өткіземіз, балалар. Жазған нәрселердің бәрін толып, аяқтап өткізіңдер.